1b файл. Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен 1b файлын өтеміз. One world, бір әлем. Where are you from? Қай жақтансыз? I'm from Verona in Italy. I'm from Almaty in Kazakhstan деп жауап берсек болады. Қай жақтансыз? Мен Алматыдан, Қазақстанның деп. Грамматика, төбейдің бұрыс сөйлем жасау, сұраулы сөйлем жасау форматы, елдер мен сандар, сөз қорымыз, сосын ч, ш, дж дыбыстарының айтылуы дейді. Енді грамматика, бұрыс сөйлемдер жасалу форматына барайық. Біздің сабақтан алып шығар нәтижеміз, мақсатымыз осы екен. Ал келдік. Мына жерде бізге диалог беріпті. Диалогқа аудирование беріпті. Тыңдап көрейік. 23. Жиырма үш. 1.23 1. Hi, where are you from? We're from Oviedo in Spain. Okay, good luck to the Spanish team. Thank you. 2. Hello, I'm Mike from UK News. Where are you from? I'm from Australia. Are you from Sydney? No, I'm not. I'm from Cairns. Where's Cairns? Is it near Sydney? No, it isn't. It's in the north. Am I on TV? Yes, you are. Wow. 3. Hi, are you German? No, we aren't. We're from Switzerland. Oh, sorry. Жақсы. Міне, төбейдің өткен сабақта өткен біз көмекші етістік to be бірінші екінші жаққа байланысты септеліп жіктеледі, I болғанда am, you болғанда he, she, it болғанда is, we, you, they көпше түрде бәрі а болады деп айтқанбыз. Міне енді көмекші етістіктен кейін not деген сөз қосылып, бұрыс сөйлемге айналып, мына минус болып тұрған бұрыс сөйлем болады екен, Мына жерде Hi, where are you from? Қай жақтансың? We are from Oviedo in Spain. Okay, good luck to the Spanish team. Thank you дейді. Қай жақтансыз? Овейдиодан, Испаниядан. Сәттілік сізге, сәттілік испан командасына дейді. Team команда. Thank you, рахмет, Сәлем, I'm Mike from UK News. Where are you from? Майкпын Ұлыбританияның жаңалықтарынан, каналдан кеп тұр, яғни мен Australia дейді, Австралиядамын. Are you from Sydney? Сиднейденсіз бе? No, I'm not. Жоқ, Сиднейден емеспін, I'm from Cairns дейді. Ол қай жер дейді? Ол Сиднейдің жанында дейді. Ния деген сөз жанында. No, it isn't. It is in the north. Ол солтүстік жағында дейді. Ол Сиднейдің жанында ма деп сұрақ қояды, Жоқ, ол Сиднейдің жанында емес. Ол солтүстікте. Мен телевизорде тұрмын ба дейді. Сіз тұрсыз. Вау дейді. Келесі, hi, are you German? Немсіздер ма дейді. Жоқ, we aren't, we are from Switzerland дейді. Кешіріңіздер дейді. Міне өстіп, төбейдің көмекші, міне I am not, it isn't деген сөздер арқылы. We aren't көпше түрде көрсеткен, жаңағы отрицательный бұрыс сөйлем жасауды, және are you деген жалпы сұрақ қою арқылы is it, не дейді, төбейдің сұрақ қойылу форматында таныстырған. Міне грамматикамыз тағы да қайталанылды. Оған қоса елдердің, ұлттардың аттарын айтуды үйренеді екенбіз. Мынау сол жаңағы тағы да қысқаша форматы. Бұны өткенде сабақ өтіп кеткенбіз. Граммабанктің жанындағы жаттығуды орындасаңыздар болады.
24-ші өтте біз бірақ ережені өткеткендіктен біз ашпай қоямыз осы жолы. Енді 25-ті тыңдап көрейік дейді. Is Sydney capital of Australia дейді. Сидней Австралияның астанасы ма дейді. Жоқ дейді. Сосын мына with your partner жұбыңмен write 3 questions beginning is немесе адан басталатын 3 сұрақ жазыңыз дейді. Are you from Italy? Are you from Kazakhstan? Are you from Russia? Are you from China? Are you from Қырғызстан? Are you from Өзбекстан дегенде Yes, I am. No, I am not. No, we are not деп жауап берсек болады екен. Бірде 25-ті тыңдап көрейік. Бірде 25-ті тыңдап көрейік. .25 1. Is Sydney the capital of Australia? No, it isn't, yeah? No, it isn't. 2. Are you English? No, I'm not. 3. Is Asterix French? Yes, he is. 4. Are the Simpsons English? Симпсондтар ағылшындар ма дейді. No, they aren't. Жоқ, ағылшындар емес олар. Британ. 5. Is sushi Chinese? Суши Қытайдық ма дейді. No, it isn't. Жоқ, суши Қытайдық емес. Are Zara and Mango from Italy? Зара мен Манго Италиядан ба дейді. No, they aren't. Жоқ, Италиядан емес дейді. 7. Is Glasgow in Scotland? Глазго Шотландияда ма? Yes, it is. Иә, Шотландияда. 8. Are Honda and Suzuki Japanese? Honda мен Suzuki японский ма? Машиналардың аттары. Yes, they are. Иә. 9. Is J.K. Rowling American? No, she isn't. 10. Is New York the capital of the United States? Нью-Йорк астанасы ма дейді ақштың. No, it isn't. Жоқ. Міне осылай. Бұл жаттығудың мақсаты жаңағы жалпы ақпаратты сұраған кезде жаңағы машиналардың түрлерін сұрады. Брендовый магазиндердің аттарын атады, я, Zara, Mango деп. Осы сол жақтікі ма деп жалпы сұрақ қойды, я. Is Zara from Italy деді, я, мысалы. Немесе Are Mango and Zara from Italy дейді, я. Ол екеуі көпше түрде болғандықтан А деп қоямыз, мысалы. Is Honda from Japanese деді, я. Yes, it is деді, мысалы. Немесе is sushi from China деді, no, it isn't деді. Қысқаша бұрыс сөйлем айту және жалпы сұрақтың форматын қоя білсек болды. Яғни бір нәрсені жалпы сұраған кезде осылай төбеді бастауыштың алдына қойып, сұрақ қойып сұрасақ болады. Енді 102-ші, 108-ші бетке барып Where is Masako from? She is from Japan дейді. Жаңағы тағы да осы тақырыпты пысықтау мақсатында жаттығу жасап көріңіз дейді. Ұлттар мен елдер. Міне. Мына елдің бәрінің аудиоүренесі бар. Тыңдап отырсаңыз, флагтармен қоса беріп қойған ғой. Міне. Қандай керемет.
Осылайша төбе көмекші етістігін қолданылуын білсек болды. Жалпы төбе етістігінің дұрыс сөйлем жасауын, жаңағы бұрыс сөйлем жасауын түсініп қалдыңыз деп ойлаймын. Басындағыдай емес, жұмыс жасау оңайырақ болып жатыр, иә. Ары қарай вокабуляр тағы 20-дан 100-ге дейінгі сандары дейді. 13-тен 19-ға дейін тиын деген жұрнақ қосылады. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 дегенге ty деген жұрнақ қосылады деп өткенде мен айтып кеткенмін. Тағы да тыңдап, бір рет тыңдап, жаңағы 1.29 1 13 30 2 14 40 3 15 50 4 16 60 5 17 70 6 18 80 7 19 90 яғни бұл сандарды ерекше беріп отырғаны 13 пен 30 деген сан бір-біріне жалпы дыбысталу ұқсас қой. Бірақ 13 дегенде тиын деген аяғында нысы бар. Тиын деген жұрнақ созылып айтылады. Ал 30 дегенде ти деп қысқаша айтылады екен. Ти, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ти деп аяқтаймыз. Ал 13-тен 19-ға дейін тиын деген ны қосып айтады екенбіз. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Осыны айту жағынан мұқият болыңыз дейді. Ары қарай мына жерде дыбысталу арқылы сандарды белгілеңіз дейді. Қандай сандарды естідіңіз? .30 1 The train waiting on platform 13 is the 9:48 Great Western train to Oxford, calling at Slough, Reading, Didcot Parkway and Oxford. That's our train. Platform 13. Come on. Okay, let's go. Платформа 13 dedi. 2 Excuse me, how far is it to Dublin? It's about 40 kilometers. Thanks a lot. Даблинге дейін қанша жүру керек дейді. 3 40 километр шамасында Just dedi. one more set. Come on. 15, love. Oh, fantastic serve. 15 дейді, иә, очкосы. 4 Will all passengers on flight BA234 to Budapest please go to gate 60 immediately? Gate 60? Is that our flight? No, it's to Budapest, not Bucharest. 60-шы қақпаға бар dedi, иә. Бұл 5 Бухарестке баратын самолеттің. How much is that? 2 pizzas and a Coke. That's £17. 17 паунд dedi. 6 What's your address? It's 80 Park Road. Sorry? 80 Park Road. Адресіңіз қандай дейді? 80 Парк Роуд. 7 Next to me. Okay, can you be quiet, please? Open your books on page 90. What page is it? Page 90.
90-шы бетті ашыңыздар дейді. Міне өстіп сандарды естіген кезде шатаспаңыздар. Тин мен тидің арасындағы айырмашылықты айтқан. Бұл to be-дің екінші беті. Енді бірінші бетіне барсақ, бұл көбіне vocabulary берілген. One world деп аталатын бөлімде жаңағы елдер мен ұлттар, тілдердің барлығы үлкен бас әріппен жазылады деп өткен сабақта өттік. Одан басқа әр елдің елі мен ұлты, тілі бір-біріне ұқсас айтылмайды екен. 109-шы бетте қазір тыңдатам. Сол беттегі елдердің аттарын дұрыс тыңдамасаңыздар болды жетеді. Мына жерде тұрған нұсқалықтарда listen and match the music to the countries. Тыңда және сәйкестендір музыканы елдерге дейді. Яғни 4 елдің музыкасын тыңдап, бір-біріне сәйкестендіреді дейді. In groups жұбыңызбен әлемдік квиз жаса, жауап бер дейді. Ұлттар, елдер, континенттерге жауап беріңіз дейді. Мына жерде I think деген выражениені жаттап алыңыз дейді. Мен ойлаймын, ол болады Азия. Мен ойлаймын, ол болады Европа. Бірақ мен сенімді емеспін. Шуа деген сенімді. Уверена деген сөз. I'm not sure, я не уверена дейді. Pronunciation дыбысталу бөлімінде мына әрпінің айтылуы, то есть әрпі, әрпінің әбу оқылуы дейді. Одан басқа міне Чапаев дегенде ч болып оқимыз. Ч, жайшы, сосын дж деп қосып оқиды екенбіз. Міне осы қалай дыбысталып оқытылады, соны тыңдаңыздар дейді. Так, 20. 1.20 Computer. American, Brazilian, Scotland, Switzerland. 1.21 Chess. Ch. Charles isn't Czech, he's French. Барлығын ч деп оқимыз. Shower. Sh. Жайшы. Is she Polish or Russian? Jazz. J. We're German and they're Japanese. Жақсы. Енді мен сіздерге ұсынамын. Бірден мына жерлер бізге керек жоқ. Жаңағы сөздіктер бетіне барып, міне 1-19-ды тыңдасақ, бізге сол бүкіл елдер туралы ақпарат сол жерде. 1.19 2 Countries and nationalities. 3 England, English. 6 3 деп жазамыз, 3 дейді. Ireland. Irish. Міне флагы, 2 Ирландия. Poland, Polish. Поляктар. 5 Scotland. Scottish. Шотландиялар. Шотландиялық. 1 Spain, Spanish. 4 Turkey. Turkish. 9 Germany, German. 7 Mexico. Mexican. 8 The United States, American. 14 Argentina. Argentinian. 10 Brazil, Brazilian. 12
Egypt, Egyptian, 11, Hungary, Hungarian, 13, Italy, Italian, 15, Russia, Russian, 17, China, Chinese, 16, Japan, Japanese, 20, the Czech Republic, Czech, 18, France, French, 19, Switzerland, Swiss. Жақсы. Енді мына жерде басқа 6 материкті береді, міне. 6 материкке солтүстікті north, west батыс, south оңтүстік, east шығыс. 4 бағытты қалай айтамыз? North, east, west, east деп, иә? North, south, west, east деп. Осыны жаттап алыңыз дейді. Одан кейін 6 материкті қалай айтамыз? Africa, African, Asia, Asian, Australia, Australian, Europe, European, yeah? North America, North American, South America, South American деп атайды екенбіз дейді, міне. Бұны беріп қойған. Жақсы. Одан басқа елдер, ұлттар, елдер, жаңа тілдер барлығы үлкен әріппен capital letters бас әріп деп өткен сабақта өткеткенбіз. Бас әріппен жазылады дейді. United Kingdom біріккен корольдік, Англияның. England, Scotland, Wales, Northern Ireland 4 ел бірігіп, британдықтар деген сөзді білдіреді деп бұнымен таныстырған. Осылайша біз екінші юниттің ішіндегі ақпараттармен таныстырдық. Сонда қорытындылағанда төбе көмекші етістігінің бұрыс сөйлем жасау мен сұраулы сөйлем форматын бекіттік жаңағы. Одан кейін ұлттар мен елдер қалай айтылады. Жаңағы мына бір интервью 3 түрлі диалогтың ішінде төбе көмекші етістігінің қалай қолданылғанын көрсеткен. Болды. Біздің өткен to be-дегі ақпаратымыз осы екен. Енді сіздерге келесі чек-лист тағыда назарларыңызға ұсынамын. Қайта-қайта қарап, қайта-қайта қайталап, қайталай берсеңіздер, тілдеріңіз машықтанады өз. Және түсіну ары қарай сізге жеңілге тиеді. Жақсы. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар, жауап берем. Видео ұнаса лайк басыңыздар, жазылыңыздар.